Барлығына сәлем. Бүгін біз ағылшын тілінде көпше түрдегі сәтесінді қалай жасау керектігі туралы үйренетін боламыз. Ең алдымен жекеше түрдегі сәтесі singular noun, көпше түрдегі сәтесі plural noun деп аталады. Жалпы ағылшын тілінде көпше түрдегі сәтесін жасау үшін бізге s жалғауы қажет. Осы s жалғауы арқылы біз көптеген сөздерді көпше түрге айналдыра аламыз. Мысалға, a flower, бір гүл. Some flowers, бірнеше гүл. Қарап тұрсаңыз, осы flower сөзіне s жалғасақ, көпше түр пайда болады. Тағы да басқа мысалдар келтірейік. A week, бір апта. 2 weeks, екі апта. A place, бір мекен, бір жер. Some places, бірнеше жерлер. This shop, мына дүкен. Those shops, ана дүкендер. Осылай кете береді. Енді екінші ереже. Егер сөз S, SH, CH, X, O әріптерімен аяқталса, біз ES жалғауын жалғаймыз. Мысалға, bus, buses, яғни сөз өзгермейді, оған ES жалғау жалғанады. Автобус, автобустар. Potato, картоп, potatoes, картоптар. Тағы мысал келтіріп көрейік. Box, қорап, boxes, қораптар. Енді келесі, егер сөз Y, яғни сөздің алдында дауыссыз дыбыс және Y әрпі келсе, біз одан кейін IES жалғауын жалғаймыз. Мысалға, baby, сәби, babies, сәбилер. Мұнда қарап тұрсаңыз, көпше түр жасаған кезде Y әрпі түсіп қалады, оның орнына IES жалғау жалғанады. Мысал тағы келтіріп көрейік. Dictionary, сөздік. Dictionaries, сөздіктер. Party, мереке, кеш. Parties, кештер, яғни Y әрпі түсіп, IES жалғау жалғанады. Ал егер Y әрпінің алдында дауысты дыбыс кездессе, мысалға AY, EY, OY, одан кейін YS жалғау жалғанады. Яғни, қарап тұрсаңыз, ештеңе өзгермейді деген сөз. Мысалға, day, days. Себебі бұның алдында дауысты дыбыстар тұр. Сол үшін бұл мына ережеге бағынбайды. Тағы мысалы келтіріп көрейік. Monkey, monkeys. Маймыл, маймылдар. Boy, бала. Boys, балалар. Енді соңғысы, егер сәтесім FE әрпіне аяқталса, біз оған VES жалғауын жалғаймыз. Мұнда да солай. Knife, пышақ, knives, пышақтар. Қарап тұрсаңыз, FE түсіп, оның орнына VES жалғауы жалғанды. Тағы мысалдар келтіріп көрейік. Wife, әйел, көпше түр жасау үшін Y, VES, яғни FE түсіп, VES орнына келеді. Shelf, сөре, полка. Shelves, сөрелер, полкалар. Осымен негізгі ереже аяқталды. Бірақ ағылшын тілінде бұл ережеге бағынбайтын сөздер өте көп. Солар туралы енді сөйлесейік. Ағылшын тілінде жекеше түрі жоқ, тек ғана көпше түрде қолданылатын сөздер де бар. Оларды тек жаттап болу керек. Бірақ сіз егер бір заттың екі балағы, екі жеңі, екі ұшы болса, бұл көбінесе жекеше түрі жоқ зат-есім болып табылады. Мысалға, scissors, қайшы, қайшының екі ұстайтын қолы бар, Trousers, шалбар, екі балағы бар. Glasses, көзілдірік, екі әйнегі бар. Jeans, джинсы, shorts, шорты. Tights, колготки. Pyjamas, пижаманың үсті, асты болғандықтан, бұл да көпше түрде ғана қолданылады. Мысалы келтіріп көрейік. Do you wear glasses? Сен көзілдірік тағасың ба? Where are the scissors? Қайшы қайда? I need them. Ол маған керек. Қарап тұрсаңыз, ол негіз көпше түрде сөйлем құралды, көпше түрде жауап беруді, бірақ біз бір ғана қайшы туралы айтып тұрмыз. Осындай тек қана көпше түрде қолданылатын кездесетін зат-есімдердің алдына біз a pair of тіркесін қолдансақ болады. Яғни бұл екі бөліктен, яғни екі парадан, екі заттан, екі бөлшектен тұрады деген сөз ғой, мағынаны береді. Осы тіркесті қолдансақ болады. Ол ешқашан қате болмайды. Мысалға, a pair of scissors, қайшы, қайшының екі бөлігі деген сияқты аударылады. A pair of trousers, шалбар. A pair of glasses, барлығын осылай қолдана берсеңіз болады. Енді мысал келтіріп көрейік.
осы тіркеспен. I need a pair of trousers. Маған жаңа шалбар керек. Қарап тұрсаңыз, осы тіркеспен сөйлем өте әдемі естіледі. Енді осымен бітті. Мен қастықтан түсіртіп, тағы да 2 ереже туралы сөйлесетін боламыз. Ал енді қазір сіздерге 3-ші ережені айтамын. Ол қандай ереже? Бірақ бұнда сізде ешқандай S, ешқандай IS, VS шоқаулар қажет жоқ, себебі затестің жекеше түрі мен көпше түрі екеуі 2 түрлі сөз, және бұларды тек жаттап алу қажет. Олар көп емес, бірақ көп қолданылатын сөздер. Тақтаға назар аударайық. This man, мына ер адам. These men, мына ер адамдар. Man, бұнда әрпі, man көпше түрде әрпі. A woman, бір әйел. Some women, бірнеше әйел. A child, бір бала. Балалар деп айту үшін children сөзін қолданамыз. Many children, көптеген балалар. Көп балалар. One foot, бір қадам. 2 feet, 2 қадам. Қарап тұрсаңыз, 2 O, 2 иға өзгерді. A tooth, бір тіс. All my teeth, менің барлық тістерім. Яғни, бұл жерде де екеуінің O әріпі 2 иға ауысты. Мына екеуі қарап тұрсаңыз ұқсайды, формулалар. A mouse, тышқан, бір тышқан. Some mice, бірнеше тышқандар. Mouse, miceға өзгереді. Тек бұны жаттап алу қажет. A person, бір адам. 2 people, яғни personның persons болмайды ешқашан. Person, peopleға өзгереді. 2 немесе одан да көп болса, біз әрқашан people'ды қолданамыз. Және соңғылары that sheep, анау бір қой. Those sheep, ана қойлар. Қарап тұрсаңыз, ештеңе өзгермейді. Жекеше түрде, көпше түрде бірдей. Және соңғысы a fish, бір балық. A lot of fish, көптеген балықтар. Осы соңғы екеуінде зат есім жекеше түрде, көпше түрде де бір сөзді білдіреді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздер жаттығу жасау үшін мен қазір сіздерге тапсырманы экранда қалдырамын. Жауабын комментарийға жазып қалдырыңыздар. Bye!